Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен хичина дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: айранның үстіне тұз және сода салып, екеуін араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Қамырларыңыз жұмсақ болып шығады. Елеп болғаннан кейін 30 минутқа бетін жауып қалдырасыздар. Өте жұмсақ қамыр болады. Одан кейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына мен картошканы қайнатып алдым. Оның үстінен ірімшікті үккіштен өткізіп, осылай екеуін араластырып алдым. Кішкене азырақ тұз қоссаңыздар болады. Одан кейін қолымыздың көмегімен осылай дөңгелек шариктер жасап шығамыз. Менде 8 дана болды. Барлығын бір кетіп жасап аласыздар. Одан кейін қамырымызды жаямыз. Менде мұнда теңде 8 бөлік, грамдап алсаңыздар да болады. Менде әрқайсысы 95 грамнан шықты. Барлығын зуала жасап аламыз. Бірде етіп, дөңгелек етіп. Одан кейін жаямыз. Дөп-дөңгелек етіп жаясыздар. Қатты үлкен етіп жайдың қажет жоқ. Ортасына жаңағы шарик сыйса болғаны. Барлық шетін бір жерге түйіп, басын біріктіреміз. Одан кейін осылай барлығын жасап шығатын боламыз. Одан кейін жаямыз. Жайған кезде қатты басудың қажеті жоқ, себебі ішіндегі салмалар сыртына шығып кетуі мүмкін. Өте ақырын салмақ баспай жаясыздар. Жайып болғаннан кейін қызып тұрған тапамызға құрғақ, ешқандай май ештеңе құймайсыздар. Жаңағы хичинамызды салып қызартамыз. Бірінші астын, одан кейін екінші бетін де қызартып аламыз. Осылай жасап атқан кезде ішіндегі ауа көтеріліп кетуі мүмкін. Кішкене тесіп, ауасын шығарасыздар. Сонымен біздің хичинамыз дайын. Бетіне осылай сармайымызды жағып, майымызды жағып, дастарханға ұсынатын боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып, менің видеомды қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Айдана. Сау саламатта болыңыздар.